Biz қай жаққа барсақ та бар ғой. Өйстіп адам толтырып жібереміз. Ерасыл ғой. Белесіміз. Ал, белес? Машалла. Күшті. Күшті бізде атын ұмытып бізде қазір анорымызда қосылып қалды. Спасибо, очень приятно. Мен затын барынан шықпай шықты. Түнгі 10:47. Біз таңертең 10-да бастаған болатынбыз. Уже 12 сағат өтті. Блогтың кешкі бөлігіне келдік. Қазір бірінші нүкте бізде Коф. Ауа райы күндізге қарағанда кішкене салқындау екен. Қазір Кофтың ұжымын бізге қонаққа шақыратын боламыз. Кеттік. Мерчтары бар, дәл біздікіндей, тоже жасыл толстовкалары бар, мынандай жаттығуға арналған күртешелер, футболкалар, шоперлер деген сияқты. И интерьерде өте әдемі, керемет жерлердің бірі. Кейін бұйырса бізде 21 наурызда бір жылдығымыз тойлаймыз. Бұл жерде біздің ерекше балалар жасаған өнімдер, яғни ішінде финики шоколаде бар, печенье бар. Балалар өз қолымен жасайды. Бізде Ерасыл ғой. Белесіміз. Ал, белес? Иә, белестен. 21 наурыз күні бір жылдығымыз тойлаймыз. Соған сіздерді қонақ ретінде шақырып, балалар жасайтын өнімдер біздің қазір дәмін татып, айтып көрсеңіздер. Қазір біз Заряд кофеге келіп жатырмыз. Бұл жерде біздің екінші қазір точка кешкі бөліктің. Одан кейін Нова, Мағриби и дальше қаланың ар жағына барамыз. Жайықтың ар жағына. Давайте. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Шүкір, аман есен. Ал бір жастарыңызбен сізге бұйырса сол 21 күні сіздерді жалпы командаңызбен сол жақта көреміз деген ниеттеміз. Тағы да танысқаныма қуаныштымын. Тағы да сіздің жалпы мақсат кофе комьюнити жасау, яғни жалпы кофейнялар бір-бірімен достық қарым-қатынаста болса екен деген ниетпен жалпы осылай бүгін енді көп кофейняларды аралап шықтық. Солардың бірі сіздер. Чао, сіз. Бұл жерде королевский финик, шоколад халибо, ішінде не бар, орешкалар бар. Грецкий орех и миндальмен екі түрі бар. Тұрам, сапалы. Тағы да рахмет қарсы алғандарыңызға. Бұйырса көрсеміз деген ойдамыз. Алдын ала бір күн бұрын сіздерге тағы жазып ескертеміз. Естеріңізге салып. Рахмет. Біз қазір Новаға келіп жатырмыз. Қара кофе дайындайтындардың ішіндегі фавориттардың бірі. Қазір осы Нова командасын шақыратын боламыз. Бисмилля. Ассалаумалейкум. Бір жастарыңызбен. И одан бөлек, құдай қаласа, бізде 21 наурыз күні Белестің бір жылдығын тойлағалы жатырмыз өзіміздің аулада. Соған сіздерді командаларымызды шақырамыз. Сол шақыртуда арнайы сіздерге аяқтай алып келіп жатыр. Күндіз жалпы егер кофе ішетін болсаңыздар, келсеңіздер болады. Соның ішінен уже жасөспірім балаларды біз жұмысқа аламыз. Жұмыспен қамтимыз и жұмыс жасай үйретеміз. Получается, ол адамдардың қоғамға кірістіріп жүріп, орны бар екенін көрсетіп. Әрине. Өте дұрыс қолдаймын. Еще дәм татып көрсеңіздер болады. Өздеріңізді ойларыңызды айтсаңыз болады біздің балалардың өнімдеріне. Финики алайын, да? Жолдарыңыз болсын. Қуаныштымыз танысқанымызға. Әдет қонас. Сол жерден кеткен соң сразу. Өздеріңіз продукцияларыңызды тоже алып келсеңіздер болады. Мүмкін бір зерноларыңыз болса, чайларыңыз болса. Жақсы, рахмет.
Қазір біз Магрибаға келіп жатырмыз. Сыртқы дизайны несі өте керемет. Кішкентай шағын кофейнялардың бірі. Бұйырса командамен танысамыз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Бір жастарыңызбен. Сіздерді бірінші мерекесімен, төл мерекемізбен құттықтайын деп, кофейнялар арасында достық қарым-қатынас орнатайық деп, жалпы сіздерді елеп келіп жатырмыз. Ішінде печенье бар. Оны біздің енді балалар өздері Зейін Атырау деген коррекционный центр бар. Сол жерде асханасында дайындайды. Одан кейін біздің кофеханада ұсынады. 2025 жылдың 15 наурызында ресми ашылдық. Мына жерде шақырту. Бұйырса бір жылдық болады. Машалла. Күшті? Өзіміздің теріміз соғымыз бар. Машалла, қараңдар. Бізде де тәтті, енді өзіміздің ашытып тәтті болмаса да құлғау. Машалла. Күшті, рахмет. Күшті. Мынау, вот, здоровый конкуренция деп айтып жатыр, ар жақта қонақтар. Біздің де қалағанымыз жалпы осындай болатын. Біз енді қалада кофейня көп болғаннан кейін көбі бір-бірінен конкуренциялық неде қарайды, көзқараста. Мынандай тәттілер бар екен. Мына жақта тағы да басқа түрлері бар екен. Термостардың өте сырты на ощупь өте әдемі. Қара түрі бар, көк түрі бар, екі түрінен. Мындай не бар екен. Гирлянда тоже. Күшті, әдемі өте. Мынау маған әлі ұнап тұр. Күшті. Осы сәттен ләззат ал дейді. Не там бұл? Қандай вкустар береді? Черный ягода, шоколад, сондай да все салас. Сіз не сезалас? Мне кажется, цитрус бар сияқты. Ja, соны іздеп жатырмын. Кислотность бар сияқты, иә? Темный ягодадан кішкене вкусы сезалатын сияқтысыз. Басында кішкене цитруспен не шығады. Қышқылдық беріледі. Күшті өте. Жалпы кофейнялар аралаған кезде өзім мынандай бариста болып қызмет бастағаннан кейін көбіне эспрессо ішесің да. Молочный продукты көп ішпейтін болғаннан кейін фильтр, эспрессо деген сияқты заттар ішеміз. И баристалар өз қызметін білетін жерлерде осындай өте дәмді эспрессо болады. Еңбектеріңізге береке берсін. Өте күшті. Бүгін бірінші алғашқы сыйлық бізге берілген. Күшті. Машалла. Все, біз қазір Магрибадан шығып жатырмыз. Бұл жерде жалпы эспрессосын дәмін көрдік. Бізге алғашқы рет бүгінгі влогымызда сыйлық берді. Енді біз жалпы кофейняларға алдын ала ескертіп жазған болатынбыз. Біз келеміз бұйырса деп. Өте жақсы дайындалған, команда өте мықты. Эспрессолар да өте жақсы екен. Бізде қазір әрмен қарай туысқан Атырауға барамыз бұйырса. Кеттік. Біз қазір кезекті нүкте туысқан Атырауға келіп жатырмыз. Жалпы туысқанмен біз достық серіктестік жұмыстар алдын жасаған болатынбыз. Қазір осы достарымызды бұйырса өзіміздің мерекемізге арнайлап шақыртуға келдік. Қазір біз Динаны іздеп тауып алайық. Екінші этажда болу керек. Бұл жерде біздің ерекше балалар жасаған тәттілер. Бұрын сіз енді вафли, орешкаларды көрдіңіз. Қазір енді жаңа түрлері, финики, шоколаде, печеньелердің жаңа түрлерін жасадық. Осыны сіздерге сыйлық ретінде алып келдік. Онымен қоса бұйырса бізде 21 наурыз күні кофейнямыздың бір жылдығын тойлағалы жатырмыз. Күндіз 11-де бізде мерекелік шара өтеді. Наурыз тойлаймыз, онымен қоса бір жылдықты тойлаймыз. Кешке 16:00-де жалпы кофейнялар арасында дегустация өткіземіз. Очень приятно, неожиданно болып. Команда таратып, дәмін татсаңыздар болады. Давайте қазір таратып. Да, давайте қазір барайық. Командамыз өте қуанышты болады. Келес кофейнясы. Ассаламу алейкум. Бір жастарыңызбен. Ассаламу алейкум. Бір жастарыңызбен. Қалайсыз? Бір жастарыңызбен. Қалайсыздар? Приглашается открытие. Дегустация. О, ана жақта бүкіл командамен көріп жатыр. Сымбат, Ильяс. Ас болсын көрдіңіздер. Инклюзивная кофейня. Делали особенно. Ішінде королевский финик, греческий орех и шоколад халибол. Мында молочный шоколад, мына жақта белый шоколад. Что? Что? Нормально? Да, рахмет.
Біз қазір Азияға жетіп жатырық. Қаланың екінші бөлігі сағат түнгі 10:47. Біз таңертең 10-да бастаған болатынбыз. Уже 12 сағат өтті. Жалпы кофейнялардың барлығын аралап жүріп, бізде соңғы бір 3-4 кофейня қалды. Солардың бірі DS Coffee. Қазір DS Coffee ұжымымен танысамыз бұйырса. Бір жастарыңызбен Ерасыл болады есімі. Бізде бұйырса 21 наурыз күні бір жылдығымызды тойлағалы жатырмыз. Кешкі уақытта уже чисто кофейнялар болады. Все, хорошо болды. Алла разы болсын. Алла береке берсін, кәсіптеріңізге көп рахмет. Сіздің есіміңіз Рустам, иә? Рустам. Қуаныштымын тағы да танысқаныма. Сол балалар баристалық қызметтен бөлек еще осындай өнімдер пісіреді, қолөнерлер жасайды. Сіз қазір мында белый шоколадпен, миндальмен аспаңыз. Ас болсын. Машалла, жақсы екен дәмдер. Алла береке берсін. Әмин, рахмет. Осы жалпы командаға да беріп, осы етсеңіз болады. Бізде Нұрсаяға келсеңіздер, міндетті түрде солыңыздар белеске. DS-ін ұжымған екендеріңізді айтсаңыздар болады. Қуана қарсы аламыз. Болды, обязательно барамыз бұйырса. Болды. Рахмет көп. Дәмді екен. Бұйырса. Дальше біз қазір Энзатқа барамыз. Энзатқа барамыз, Энзаттан кейін уже бурка. Бұйырса. Чай ішіп қою чай ішіп кішкене взбодритесь деп оянып алайық. Дальше сосын кофе ішеміз деп ойлаймын. Или кофе ішпейміз ба, көреміз енді. Да что ты, черт побери, такое несешь? Қара, короче, не? Крепкость, больше крепкости. Бұрын мен неде жасағам? Санчак деген жерде жасағам. Сол кезде осындай чай ішетіміз, көбіне кофенің орнына. Кешкі уақытта, если енді кешкі уақытта емес, даже түскі уақыттарда взбодритесь етуге өте жақсы. Біз қай жаққа барсақ та бар ғой. Өйстіп адам толтырып жібереміз. Кіреміз, адам толып кетеді, кіреміз, адам толып. Так что бізді қонаққа шақырып тұрыңыздар. Опа. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Суға обычно. Өте айтам. Келесі бізде соңғы кофеханалардың бірі Бурка кофе. Қаламызда қарқынды дамып келатқан кофейнялардың бірі. Қазір осы жақтың командасымен танысып, өзіміздің кешімізге шақыратын боламыз. Приготовили вот такие сладости и хотели бы пригласить вас с командой вообще 21 марта на годовщину нашей кофейни. Вот мероприятие сама. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Можете еще попробовать команду дать. Все, обязательно. Все, иншаллах. Здравствуйте. Напиток закажите вам, какой вы желаете. У вас Первый жест добра. Машаллах. Спасибо. Қазір біз Бурка кофеден шықтық. Өздерінің қонақжайлықтарын білдіріп, бізге сусындармен қарсы алды. Басшылықпен, шеф-баристалармен, баристалармен таныстық. Алдағы уақытта жақсы контент күтіңіздер. Бізге қонақ болып келетіндерін, жылы лебіздерін білдірді. Қазір Энзаттың азаттықтар точкасына келдік. Кеттік. Қалайсыздар? Біз енді бүгін жалпы алдында айтып кеткендей шақырту алып келдік. Мұнда кешкі уақытта 4-те кофейнялар арасында дегустация өтеді. Жалпы өздеріңіздің енді өнімдеріңіз болса тоже сіздер әкелсеңіздер болады. Мына жерде кішігірім сыйлық, жалпы командаңызбен енді келесіздер деген ниеттеміз бұйырса. Иншалла постараемся. Қалайсыз? Уалейкум салам. Қалайсыз? Жақсы шүкір. Мойынды қайда бір. Бізде қазір анорымызда қосылып қалдыңыз ба?
Давай попробуем. Жігіттер. Бисмилля. Бұны бізде ерекше балалар жасаған. Біз Верес деген кофейнядамыз, Нұрсаяда. Инклюзивный кофейня, ерекше балалармен бірге жұмыс істейміз. Сол балалардың өз қолымен жасаған өнімдері. Дәмін татып, бағасын айтыңыздар. Машалла, дәмді. Мықты. Бұнда королевский финик ішінде грецкий орех, бірінде миндаль, 2 түрі бар. И сыртында колебалды молочный шоколад. Машалла. Белгісіз шоколад, да? Ал? Белгісіз шоколад ба? Алла береке берсін. Әмин, рахмет. Сіздерге де рахмет. Қайырлы кеш достар. Бізде кезекті кофейня Notorious кофе. Бұл жақта ешқандай сүт жоқ, тек қана қара кофе. Қаламыздағы қара кофенің кофе сататын алғашқы кофейня. Және эстетичный нелері бар. Қайтатын еді вывескалары. Кеттік. Бұйырса. Ассалаумағалейкум. Жастармен. Ассалаумағалейкум. Жассыңызбен? Қайсыздар? Сразу ма? Мына жақта біздің балалардың жаңа өнімдері. Ішінде финики шоколаде бар, печенье бар, жаңадан жасаған. Соны сыйлық ретінде әкеліп жатырық. Одан кейін енді жалпы білмеймін, біз барлық кофейняға барған сайын не айтып жатырық та, историямызды өзіміздің жалпы таныстырып не істеп жатырық. Сіздермен андай танысатындай емес. Бәрін білеміз, көріп жүрік, араласып жүрміз. Жалпы оны сонда да неге айтып кетейін. Лично влогқа айтып кетейік, біз влог түсіріп бастадық. Бұл кісі бізде Наурызбек, бұл кісі обжаркамен айналысады. Бұйырса бізде кешкі дегустацияда осы Крек компаниясының зернолары болады. Бұйырса осы жігіттің қолынан шыққан барлығын осы кісі өзі пісірген. И Алти компаниясынан осындай чай. Сүт бар, қандай сүт бар? Кешке Құдай қаласа енді дегустацияға өздеріңіздің өнімдеріңізбен 4-те басталады. Күндіз бізде 11-ден бастап мерекелік шара, жалпы барлық командамен шақырамыз. Жігіттер, бұйырса келесіңдер ғой. Көріскенше. Ауыр екен. 21 ма, 25 па почти. Бір күнде аралап шықтық соның бәрін. Күндіз ерекше балалармен бірге жүрдік, кешке енді бөлек жүрдік. Көрісу күніне ғой, өзіміз жалпы достық ниет білдіріп, көрісіп, араласып деген сияқты. Сол еще мынаның дәмін көрсеңіздер болады. Дәмін көріп айтуға болады. Трубочка жинап бастан. Трубочка? Вафли. Ең бірінші Наурызбен танысқан кезде басында бізге кофейняға келетін болдым, бариста болып жүрдім. Келеді, эспрессо алады, сосын вафли алады чисто. Мен ойлаймын бүйтіп. Неге эспрессомен вафли жібереді, неге эспрессомен вафли жібереді деп. Сөйтсем, тек қана қара кофе ішеді екен бұл кісілер. Артынан кофейня ашқаннан кейін бір түсіндік мына жақта. Ана жақта вывеска бар. Көрсетші. No sugar, no milk. Жігіттер уже обжаркаға ауысайын деп жатыр, бариста. Ну, жаңа пицца. Наш паровод. Под фильтр. Давай, көрейік. Коста-Рика, Пикадо, лактик фермент. Өзіміз бірінші көріп алайық бұйырса. Еселерский. Молочный шоколад и цитрус. Жақта харисtikін сатсы. Осымен енді біздің бүгінгі көрісу күніне арналған влогымыз соңына жетті. Бүгін бір күнде жалпы таңғы сағат 10-нан бастап 20-25 шақты кофейняны араладық. Барлығына достық ниетімізді, пиғылымызды ұсындық. Барлығы шын ниетпен, шынайы көңіл-күймен қабыл алды. Осыған өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта жалпы кофе комьюнити құруға деген ниетіміз әсерін береді деген ниеттеміз. Егер осындай форматтағы контент ұнайтын болса, төменге комментарий жазып кетсеңіздер болады, лайк басып қолдап, поделиться деген, колокольчик дейтін ютубтың темаларын басып жіберсеңіздер болады. Қолдауларыңызға рахмет, біз сіздерді жақсы көреміз.